Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз 3 сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабақты көруден алдын менің каналыма тіркеліп, қоңырауша түймесін басып қойыңыздар балалар. Міндетті түрде келесі сабақтарды қастарыңызда әрдайым көрініп тұру үшін осылай тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі В дыбысы тақырып 20 жаттығу мәтінді оқы. Велосипед сөзі желаяқ деген ұғымды білдіреді. Оның түрлері көп. Автомобильдің жүк салғышына сыйып кететін шағын немесе жиналмалы велосипедтер бар. Оларды жолаушылар өзімен бірге трамвай, автобусқа алып кіре береді. Велосипед қоршаған ортаға қауіпті емес. Велосипед тебу аяқ бұлшық еттерін жаттықтырып, сені шымыр қылады. Сондықтан оны басты көлігің ретінде таңдауың экологияның жақсаруына қосқан үлесің болып саналады. Иә балалар, велосипед туралы жазылған екен бұл мәтінде. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырыңдар депті. Мәтіндегі В дыбысы бар сөздерді тауып, ол дыбыстық айтылуын байқайды екенбіз. Велосипед пайдалы көлік тақырыбында өз ойыңмен бөліс. Велосипед негізі орысша сөзден алынған. Мысалы, ол бізде тілде жоқ, негізі жел аяқ дейміз қазақ тілінде. Ал велосипед общий халықаралық тілде барлығы велосипед деп айтады. Енді бұған сұрақтар құрастыратын болсақ, мысалы, мәтінді велосипед тағы қандай атпен аталады? Мысалы, оларды жолаушылар өзімен бірге қайда алып жүреді? Желаяқ қоршаған ортаға зияны бар ма дейді. Осылай 3 сұрақ құрастырып қойсаңыздар болады балалар. Велосипед пайдалы көлік деген тақырыпта мәтін кішігірім. Ол көліктер сияқты өзінен газды түтіндер шығармайды, қоқысты шығармайды. Керісінше аяқтарға бұлшық еттеріне пайдалы. Велосипед тепкен балалар бар, иә балалар, қыздар да тебеді, балалар тебеді. Олар сіздердің денсаулықтарыңызға өте пайдалы екен балалар. Келесі жаттығуымыз жоқ, бұл жаңадегі 20 жаттығудың мәтіндік велосипед және автомобиль В әрпі бар сөздерді дыбыстық талдағанбыз. В дауыссыз ұяң, Е дауысты жіңішке, Л дауыссыз үнді, О дауысты жуан, С дауыссыз қатаң, И дауысты жіңішке, П дауыссыз қатаң, Е дауысты жіңішке, Д дауыссыз ұяң екен балар. Автомобиль деген сөзде көлік, автомобиль. Дауысты жуан А, В дауыссыз ұяң, Т дауыссыз қатаң, О дауысты жуан, М дауыссыз үнді, О дауысты жуан, Б дауыссыз қатаң, И дауыссыз жіңішке, Л дауыссыз үнді. Осылай жазып қоясыздар балалар. В ұяң дауыссыз дыбыс. Ол сөздің барлық бонында келе береді. Вагон, автобус, паровоз, Асқаров деген сөздерде В әріптері ортада, басында және аяғында келген балалар. 21 жаттығуда мәтіннен В әрпі бар сөздерді теріп жазып, оларға дыбыстық талдау жаса дейді. Мен жоғарыда 21 жаттығуда менеке жазып қойдым. Велосипед және автомобиль сөздеріне дыбыстық талдау жазып қойдым балалар. Келесі 22 жаттығу көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мысалы, мен мектепке автобуспен барамын, В әрпін қоямыз. Екіншісі, қыздар волейбол ойнады. Волейбол деген сөзде Б әрпі қалып қойған. Ұлдар футбол ойнады. Ұлдар футбол ойнады. Б әрпі түсіп қалған бұл жерде. Ал соңғысы олар вальс биледі. Олар вальс деген сөзде В әрпі түсіп қалған балар, осылай жазып қоясыздар. Келесі тапсырмамызда осы жоғарыдағы велосипед суретіне байланысты 23 жаттығуда ойлан тап. Жоғарыдағы берілген велосипед суретіндегі 3 бұрыш пен шеңбер санын анықта дейді.
Велосипед суретіндегі тірек сөздермен сипаттау мәтінін құрастыр дейді. Мысалы, бізге жоғарыда велосипед суреті берілген өткен жаттығуда. Ол жерде үшбұрыш пен шеңберлердің санын анықтаймыз. Мысалы, мынау бір үшбұрыш болады, мына бір үшбұрыш болады, иә, балар? Сосын мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, мынаның өзі де 22, 3 қайтады, 22 және 23 бар екен балалар, иә? 23, 3 болады. Ал шеңберді табамыз енді. Енді шеңберді көрініп тұрғы балалар мінеке. Мынау бір шеңбер, мынау бір шеңбер, және мынау бір шеңбер, е? Сосын мұнда бір шеңбер бар екен. Сонымен 4 шеңбер бар екен балалар. Енді бұл жерде көлемі, түрі, пайдасы деген тірек сөздер бар. Сол арқылы біз сипаттау мәтінін құрастырамыз. Велосипед көлемі орташа, түрі мотоциклге ұқсайтын бір адамға арналған көлік түрі. Оның адам денсаулығына пайдасы мол, өйткені аяқ бұлшық еттерін қимылдату арқылы қозғалады. Қан айналымды жақсартады. Осылай велосипед туралы сипаттау мәтінін жазып алыңыздар балалар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды балалар. Каналыма тіркеліп қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Келесі сабақтарда кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.